Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайындағы бар заттардан дайындалатын, жұп-жұмсақ әрі дәмді болып пісетін пицца дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қамырына шұңғыл ыдысқа жылы айранымызды құямыз. Айран болмаса, жылы сүтті де алмастырсаңыз болады. Кейін үстіне жұмыртқамызды саламыз. Қопсытқыш және тұзды салып, жақсылап шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Кейін үстіне ұнды илектен өткізіп саламыз. Қамырымыз біріге бастаған кезде қолымыздың көмегімен қамырды жақсылап илеп, жұмсақ етіп басып аламыз. Кейін таза салафанға 15-20 минутқа салып қоя тұрамыз. Көтерілген қамырымызды ұнның көмегімен осылай бөліктерге бөліп аламыз. Оқтаудың көмегімен жақсылап 1-2 см қалыңдықта болатындай етіп қамырымызды жаямыз. Жайылған қамырымызды пергамент қағаздың үстіне қойып, шанышқының көмегімен тесіп аламыз. Қызып тұрған 180 градустағы пешке 15-20 минутқа сәл ғана көтерілгенше пісіріп аламыз. Көп қатты пісірсеңіз, қамырыңыз қатайып қалады. Сәл піскен қамырыңызды қайтадан алып, пештен үстіне майонез бен кетчупты жағып және колбаса мен сырымызды салып, 5 минутқа пешке қоя тұрамыз. Сыры еріп, кейін қамыры шамалы пісе бастаған кезде пештен алсаңыз, өте дәмді әрі сырыңыз еріп, күшті болып шығады. Пиццаларымыз дайын болды. Мінекей жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіз және де каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен де бөлісіңіздер. Рахмет сіздерге.